Мейірбикелер Ерлан Мырза есімді дәрігер туралы әңгімелесіп отыр. Ол бірнеше кезек бойы жұмысқа қызы Әлиямен бірге келіп жүр. Біреуі қызының бұрышта сурет салып отырғанын байқайды. Екіншісі айтады: Иә, ол осы 4 маусымнан бері ер адамды аяймын. Өйткені ол жергілікті емес, ал қызы биыл мектепке баруы керек еді. Бала бақшадан шыққан, бірақ мектепке бармайды. Үнемі әкесімен бірге. Сонда жас мейірбике сұрайды: ал не болды сонда? Әйелі қайда? Оған жауап береді: Ләззат па? Сен білмейсің бе? Ол осыдан 3-4 апта бұрын біреумен кетіп қалған. Дәрігерімізді де қызын да тастап кеткен. Ал ол содан бері қара көлеңкеде жүреді. Бірақ қызына өте мейірімді. Айтуларынша бастығы мен қызы туралы сөйлескен, бірақ бәрі реттелген сияқты. Бастығы оған уақыт берген. Балаға қарап отыратын адам не күтуші табу үшін. Мәссаған, істер істер. Ал бастығы не істей алады дейді бірі. Бізде бір әйел жатыр ғой. Оның ақшасына 10 банкты сатып алуға болады. Бәрі одан бірден бас тартқан. Ал Ерлан Мырза болса, бірден іске кірісті. Өліп кетуіне жол бермеді. Құтқарып қалды. Қазір ол әйел комада жатыр. Ерлан Мырза қасында ешқайда кетпейді. Әзірге ешкім нақты болжам айтпады. Айтуларынша оны тірі қалдырғанның өзі ғажайып. Иә, расымен таңғаларлық жағдай. Ал қызының аты кім? Қаламқас. Өте ақылды, күлгенді жақсы көреді. Ешкімге кедергі жасамайды. Нағыз тәрбиелі қыз. Ал ана елше? Ой, бәрі сондай жұмбақ. Оны үйінің қасында ұрып кеткен жерінен тапқан. Қарақшылар шабуыл жасаған сияқты. Оның күйеуі бар екен. Айтуларынша жақында ғана үйленіпті. Күйеуі өзінен жасырақ. Басқа ешкім нақты ештеңе білмейді. Тек оның бірнеше дүкені бар көрінеді. Аяқ киім бе, әлде басқа ма, белгісіз. Дәл сол сәтте дәлізге Ерлан Мырза өзі тез шығып келеді. Қыздар, мен қазір 7-ші палатадағы науқасқа жаңа тағайындау жазамын, деді ол. Тамара ханым оны ілесе тез жүгіріп кетті. Бір өзгеріс бар ма? Деп сұрады ол. Ерте айту, көз тимесін деймін, бірақ меніңше бар, деді дәрігер. Бұл жақсы ғой, деді Тамара ханым. Қаламқас бәрін естіді. Ол әкесінің осы науқас үшін қатты уайымдап жүргенін білетін. Басқалардың оның әйелді өлімнен құтқарып қалғанын айтып жүргенін де естіген. Қаламқас әкесімен қатты мақтанатын, бірақ әлгі әйел іштей сәл ренжитін. Бүгін ол сол әйелдің күйеуінің телефонмен сөйлескенін естіп қалды. Негізі кездейсоқ та емес. Әлгі ер адам балалар бұрышында диванға отырып алып ұзақ сөйлесті. Қаламқас бұған мән бермеседі, егер ол жаман аға әкесін бірнеше рет айтып жақсы сөздермен еске алмаса. Қаламқас ақырын орнынан тұрды. Әкесімен Тамара тәте процедура бөлмесіне кеткен. Ал жас мейірбике бір қағазбен әуре болып отыр. Қыз ашық есіктің алдына келіп тоқтады. Ол бұл әйелге жиі қарайтын. Ол тіпті ауырған сияқты да емес еді, тек ұйықтап жатқандай. Әй қыз, мұнда кіруге болмайды, деді біреу. Әйелдің қасына жас мейірбике тізерлеп отырды. Қаламқас сыбырлап айтты: Мен білемін, тек осында тұрам, қарап қояйын, мүмкін ол ояна қалар. Ал әкем кетіп қалды ғой. Қыз жымиды. Уайымдап тұрсың ба? Ал егер өзің сол тәтенің орнында болсаң? Осы кезде жарқын әлсіз дауыстарды естіді. Бір жақта адамдардың дауысы естіліп тұрды. Бірақ оны жабысқа қара түнек қоршап алған еді. Жарқын сол түнекпен бар күшімен күресіп жатты, және бұл көптен бері жалғасып келе жатқандай көрінді. Бірақ ештеңе шықпады. Ол күйеуінің қайда кеткенін түсіне алмады. Неге ол көмектеспейді, неге қолын созбайды? Ол ғой оның сүйіктісі, ең жақсы күйеуі еді. Бірақ ол қолды таппады.
Сондықтан Жарқын жалғыз өзі күресуге мәжбүр болды. Сосын ол тағы да дауыстарды естіді. Бір дауыс ерекше жағым деді. Қоңыраудың сыңғырындай нәзік. Баланың даусына ұқсайды. Ал егер қасында балалар болса, демек ол жерде қорқынышты ештеңе жоқ. Жарқын бар күшін жинап қозғалып көрді. Сол сәтте бүкіл денесін, басын өткір ауырсыну шаншып кетті. Бірақ ол ауырғанына қуанды. Өйткені осыған дейін мүлде ауырсыну сезінбеген еді. Шынында ештеңе болған жоқ. Тек айналадағы қою қара тұтас түскен масса ғана. Дауыс, дәл солай, жанында бір дауыс естілді. Баланың және әйелдің әңгімесі сияқты. Егер мен сол тәтенің орнында болсам, күйеуіне оның кім екенін көрсету үшін тіпті өліп қалғандай болып қалар едім, деді баланың даусы. Жарқын көзін ашып көруге тырысты. Кенет өткір ауырсыну денесін тіліп өткендей болды. Ол шыдай алмай ыңырсып жіберді. Сол сәтте бір дауыс естілді. Әкеңді шақыр. Және бір жерден жанында біреудің бар екенін сезді. Тыныш, сабыр сақтаңыз. Сіз ауруханадасыз. Ешқандай қозғалыс жасамаңыз. Мені естіп тұрсыз ба? Жарқын әлсіз ғана сыбырлап, «Иә», деді. 1 минут өтпей ақ айналасында адамдар жиналып қалды. Ол сәл ғана көзін ашуға шамасы келді, аздап ғана. Бірақ соның өзі оның расымен ауруханада жатқанын түсінуге жеткілікті болды. Оған бір укол салған сияқты, өйткені ауырсыну біртіндеп басыла бастады. Басындағы ауырлық та сейілді. Бірақ көп ұзамай ұйқысы келді. Шексіз ұзақ уақыт бойы қараңғылықпен күресіп, қатты шаршағанда еді. Жарқын оянды, көзін ашты. Қандай керемет сезім. Жарық, қабырғалар, төбе, бәрі сондай әдемі көрінді. Тіпті төбесінде ілініп тұрған тамшы тамызғыш та оған ғажайып нәрседей көрінді. Өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Деді үстіне еңкейген дәрігер. Ол 40-тар шамасындағы ер адам еді. Көзі шаршаған, ернінде әлсіз ғана күлкі бар. Білмеймін. Әзірге есімді толық жинай алмай тұрмын. Мен мұнда қанша уақыт болдым? Дерлік 3 апта, деді дәрігер. Жарқын естігеніне сенбей қалды. 3 апта? Бұл қалай болу мүмкін? Кеше ғана үйдің қасында көліктен түстім де, бәрі қараңғылыққа айналды. 3 апта. Ал күйеуім қайда? Әрине үйінде шығар. Біз оған кеше-ақ сіздің есіңіз кіргенін хабарладық. Бүгін келуі мүмкін, өйткені кешке тым кеш болды. Жарқын көзін жұмды. Кеш болды? Не деген сөз? Егер жолдасыма осындай жағдай болса, мен оны бір сәтке де жалғыз қалдырмас едім. Бұл жерде бір нәрсе түсініксіз. Жарқын оны қатты жақсы көретін. Бірақ бөлменің қабырғаларына, аурухананың жағдайына қараса, бұл қымбат клиника емес екені көрініп тұр. Ал күйеуі жоқ. Мүмкін онымен де бірдеңе болған шығар, немесе біреу қорқытып жүрме. Ол ойланып үлгермей жатып, есік сықырлап ашылды. Жарқын, ол көзін ашты. Күйеуі. Сен қайда болдың? Жарқын, сен осында жатқаныңа қарамастан үстел күтіп тұр ғой, деді ол жанындағы орындыққа отырып. Бірақ оны құшақтамады да, сүймеді де. Жарқын абдырап қалды. Сен? Осы сәтте оның телефоны шырылдады. Ол тұтқаны алып экранға қарап қойды. Кешір, маңызды қоңырау, деді де шығып кетті. Бірнеше минуттан соң қайта оралды. Өзіңді қалай сезініп тұрсың? Тыңдашы, менің бір маңызды кездесуім бар, кетуім керек, деді де жауап күтпестен есіктен атып шықты. Жарқын көзін жұмды. Міне қызық, деп ойлады ол. Бұл енді шынымен қызық болып бара жатыр. Неге екенін білмей, есіне баланың сөзі түсті. Мен сол әйелдің орнында болсам, ол мырс етіп күлді. Неге жоқ? Қызық идея екен. Дәрігер таңдана қарап қалды. Сіз не айтып тұрсыз? Бұл мүмкін емес. Сіз не, мені түрмеге отырғызғыңыз келе ме? Ешкім сізді отырғызбайды, деді Жарқын. Тек үнсіз, мұңайған кейіп танытыңыз. Ештеңе айтпаңыз. Мен сізден өтінемін. Түсініңіз мені.
Маған күйеуімнің бір нәрсені менен жасырып жүргені сияқты көрінеді. Өтінемін, сіз өміріңізде ешқашан өтірік айтып көрмеп пе едіңіз? Жарқын, оның көздері қалай кенеттен суық тартып, өшіп кеткенін шошып кетті. Дәрігер басын изеді. Иә, алдағанмын, деді ол ауыр үнмен. Бәлкім, Жарқын оның өткен естелігін оятқан болар, бірақ қазір кешірім сұрауға уақыт жоқ еді. Бөлмеге медбике кірді. Сіздің қасыңызға күйеуіңіз келіпті, кірсе бола ма? Жақсы, сен постқа бар, мен қазір өзім шығам, деді дәрігер. Қыз басын изеп шығып кетті. Жарқын үнсіз қарап отырды. Ақыры дәрігер де ауыр күрсінді. Мен білмеймін, бұл мен үшін немен аяқталарын. Бірақ сіздің өтінішіңізді орындаймын. Адамдар бір-бірін алдамау керек, деді де есікке беттеді. Далада күйеуі ашулы жүзбен күтіп тұр екен. Неге сонша ұзақ? Менің де істерім бар ғой, деді ол ашуланып. Дәрігер оған тік қарап тұрды. Сосын жай ғана айтты. Өте өкінішті. Не? Деді күйеуі көзі шарасынан шығып. Не болды? Не айтып тұрсыз? Дәрігер ештеңке деместен қолын сермеп, дәліз бойымен кетіп қалды. Күйеуі оның сыртынан қарап тұрып, палатаға кірді. Кірді де сілейіп қалды. Төсекте ақ жаймамен жабылған Жарқын жатты. Күйеуі терең тыныстап, абайлап жақындады. Саусағымен түртіп көрді де, ешқандай қозғалыс жоқ. Сосын жайлап күліп жіберді. Ал сондан кейін қатты күле бастады. Құдайым-ау, рахмет, ақыры бітті ғой, деді ол шаттанып. Ал мен бәрі бекер болды ма деп ойлап едім. Ол дереу телефонын шығарып, біреуге қоңырау шалды. Жаным, бәрі бітті. Иә, өлді. Тура айтам. Өлді. Әрине, соларға төлеуге тура келеді. Бірақ жартысын ғана. Осы үшін қанша уақыт уайымдадым. Өздері орнында істей алмады. Енді біз еркінбіз. Түсіндің бе? Қаласақ теңізге, қаласақ мұхитқа барамыз. Ол артқа бұрылғанда, есік алдында қолын кеудесіне айқастырып тұрған дәрігерді көрді. Ол тіксініп қалды. Қызық, ол мұнда қанша уақыт тұрды екен, және не естіді? Деп ойлады ішінен. Сосын өзін жинап алып. Саған не, бәрібір емес пе? Енді маған ешкім бұйрық бере алмайды. Ең бастысы, әйелім енді жоқ, деді. Ол тағы да төсектегі мәйітке қарады. Сол сәтте телефон қолынан түсіп кетті. Өйткені Жарқын 5 минут бұрын ғана өлген әйел қырынан жатып, телефоны мен оның барлығын видеоға түсіріп жатқан еді. Сен, деді күйеуі абдырап. Ол сасқалақтап қалды. Дәрігер төсектің қасына келіп, «Иә, мен де куәгер болам», деді сабырлы үнмен. Күйеуі есікке қарай ұмтылды. Сендер бәрің жауап бересіңдер. Мен сендерге көрсетемін, деп айғайлап, палата есігін тарс жауып шықты. Бас дәрігер бұрылды. Оны ұстайық па? Жоқ, қажет емес, деді Жарқын шаршаған дауыспен. Онымен арнайы адамдар айналысады. Көзіне жас шығып кетті. Кешіріңіз, мен біразға жалғыз қалдырасыз ба? Дәрігер үнсіз басын изеді де шығып кетті. Жарқын жылап жіберді. Қанша уақыт өткенін білмеді, бірақ біреу оған қарап тұрғандай сезінді. Көзімен іздеп еді, төсегінің жанында кішкентай қыз пыс-пыс етіп отыр екен. Сен үлкенсің ғой, неге жылайсың, деді қыз бала. Жарқын жымиып қойды. Ал сен ойлайсың ба, үлкендер жыламайды деп? Қыз бала төсегінен өрмелеп шықты. Жылай алады әрине, бірақ аз ғана. Мысалы, мамам кеткенде менің әкем де жылаған, бірақ аздап қана. Екі көзі жас, сосын бәрі, деді ол саусағымен көрсетіп. Жарқын қастарын көтеріп таңырқай қарады. Сонда міне неге дәрігердің көзі сондай мұңды болған екен, деп ойлады ішінен. Иә, мұнда бәрі күрделірек, бірақ Жарқынның өзі қуану керек еді. Бәрі әшкере болды ғой. Көзінен жас шығып тұрса да, ол күлімсіреді. Ал сенің атың кім? Инелік?
деп сұрады ол жылы үнмен. Қыз бала оған күмәнмен қарады. Сізге менің әкем айтты ма, мені қалай айтатынын? Жоқ, өзім шамаладым, деді Жарқын күліп. Қыз терең дем алды да сыбырлап айтты. Қаламқас, бірақ мені мұнда бәрі солай айтады, ал әкем ғана мені инелік дейді. Жарқынның көңіл күйі лезде көтеріліп кетті. Жүрегін бір жылы сезім кернеді. Олар ұзақ сөйлесіп, күлісіп отырды. Сол сәтте палата есік ашылып, дәрігер мырза келді. Қаламқас, міне, мен сені бүкіл ауруханадан іздеп жүрмін, деді ол жылы жымиып. Сен не істеп жүрсің мұнда? Деді дәрігер қатқылдау үнмен. Кешіріңізші, Құдай үшін, енді қайталанбайды, деп асыға жауап берді қыз. Жарқын қыздың қолынан ұстап алды. Дәрігер мырза, өтінемін, оны ұрыспаңызшы. Бұл сіздің тамаша қызыңыз. Ол маған көңілімді басқаға аударып, сабырға келуге көмектесті. Енді мен бәрін дұрыс ойлап, дұрыс шешім қабылдай аламын. Дәрігер орындыққа отырып қалды. Иә, бірақ бәрібір кешіріңіз, амал жоқ. Жұмысқа өзіммен бірге ертіп жүруге тура келеді. Әлі күнге дейін бала күтуші таба алмай жүрмін, деді ол шаршаңқы күліп. Келесі күні ауруханада полиция қызметкерлері пайда болды. Олар Жарқын жатқан палатада ұзақ болды. Кейін тағы да бірнеше ер адамдар келді. Бас дәрігер бұдан бұрын ешқандай тексерісте бұлай қобалжымаған еді. Қатты уайымдады. Кешке қарай Жарқын үйіне баруға рұқсат сұрады. Бас дәрігер абдырап қалды. Сіз не айтып тұрсыз? Әлі ерте ғой. Онда маған бір дәрігер берсеңіз, деді Жарқын ақылы түрде. Мысалы Ерлан мырзаны. Ал қызы да менің қасымда бола берсін. Сіз оны ресми түрде демалысқа жібере салыңыз, ал мен сіздің ауруханаңызға жөндеуге біраз ақша берейін. Бас дәрігер мүлде сасып қалды. Бұл әрине шантаж секілді еді, бірақ оның талабын орындаудан ешкім зардап шекпейді ғой. Керісінше, бәрі ұтты. Тәте, бұл үй өзіне ұнайды екен. Жарқын да қарсы болған жоқ, егер олар осында бірге қалса. Ерлан мырза ұялғандай қызарып, қызы үшін кешірім сұрады. Бірақ Жарқын күліп, қойыңызшы, балаңыз үшін үнемі кешірім сұрай бермеңіз. Айтпақшы, қызыңыз көп ересектерден де ақылдырақ, деді. Содан кейін сот өтті. Ол сотта Ерланның Жарқынның емдеушісі ретінде ғана емес, адам ретінде де төбе шашы тік тұрды. Өйткені ол Жарқынның қандай қорлық көргенін естіді. Судья баяу бір саңды үнмен бәрін тізіп шықты. Соққылардың, жаралардың, бәрін. Айыпталушылар орындығында тек күйеуі ғана емес еді. Оның көңілдесі және ақша үшін бейшара әйелді өлтірмек болған екі бұзақы да отырды. Сол сәтте Ерлан кенет түсінді. Енді ол Жарқынды ешқашан жалғыз қалдыра алмайды. Онымен тағы сондай жағдайдың қайталануына жол беруге болмайды. Ол Жарқынның қолын қатты қысты. Жарқын оның көзіне тік қарап, жылы жымиды да, оның қолының үстіне өз қолын қойды. Кейін Ерлан қайтадан жұмысқа шықты. Бірақ енді Қаламқасты өзімен бірге ауруханаға алып жүрмейтін болды. Өйткені ол енді үйде еді. Өзінің жаңа анасымен бірге, Жарқынмен бірге. Ал Жарқын болса, бар шаруасын солай ыңғайлап, Ерлан кезекшілікте болса, Қаламқасты мектептен өзі алып келетін. Істер көп болғанымен, үшеуі бірге өздерінің үйлену тойына дайындалып жүрді. Әңгіме ұнаған болса, арнама тіркеліп, лүпіл басып кетеміз. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.